болсын медетің, Тәңірдің киесі көкбөрі мәңгі. Армысыздар, құрметті арнамызға тіркелушілер және тіркелуге ниет білдіргісі келіп жүрген кісілер. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесі баршамызға құтты әрі баянды болғай. Тәуелсіздік тілге жеңіл болғанымен өте бір ауыр салмақты сөз. Бұл жолда қаншама жастарымыз, оқымысты зиялыларымыз және батырларымыз, хандарымыз құрбан болды. Бұл әрине бертінгісі желтоқсаншылар болса, одан алдыңғысы оқымысты Алаш ұлдары және де одан әрменгісі Исатай, Махамбет, Сырымдатұлы тағы басқа тұлғалар. Олардың барлығы осы бір қасиетті ұғымға қол жеткізу жолында құрбан болды. Сол себептен де біз осы бір күнді өте бір жоғары деңгейде қарсы алып, және де бұл тәуелсіздіктің қадірін біліп, бұл жолда аянбай еңбек етуіміз керек. Түркістан қаласы тұрғындарының жылы лебіздерімен осы тәуелсіздік туралы пікірлерін қарай отырыңыздар. Амансыз апа. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Осы тәуелсіздік күніне орай Қазақстан халқына қандай ниет тілегіңіз бар, айтып өтсеңіз? Тәуелсіздігіміз мәңгілік тұғырлы болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр уақытта осы елімізде ынтымақ болсын. Жалпы осы күнгі жастар өз деңгейінде атап өтіп, немесе рухани жаңғырып жүріп, осындай бір шаралар қолға алынып жатыр ма негізі? Қалай ойлайсыз, қоғамда осы нәрсе жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр ғой? Иә. Жастар қазір жақсы. Өз деңгейінде ме жалпы тәуелсіздік осы тойланып жатқаны? Енді қағаз жүзінде өз деңгейінде деп айтсам болады. Іс жүзінде өте рухани төмендеп кеттік қой. Төмендеу. Бірақ сонда да жастарымыз жақсы, әйтеуір тілектерін айтты. Бұл күні не істеген дұрыс, отбасыда қандай шаралар немесе не істелінген дұрыс, сол жайлы айтыңыз. Отбасында үлкен бір мейрам ретінде тойланғаны дұрыс деп ойлаймын. Өйткені осы жаңа жылды барынша қолпаштап, қолдап, бір-біріне сыйлық беріп тойлап жатады ғой. Сол сияқты біз де осы тәуелсіздікті қандай еңбекпен, қандай жанкештілікпен келді ғой. Оны бәріміз білеміз, бастан өткен нәрсе. Сол адына, рухтарына Құран бағышталып, үлкен дәрежеде тойланып жатса отбасымызда. Әр баламыз сонда сезінер еді, бұл бізге қалай келді. Апа, көп-көп рахмет, көп жасаңыз, аман болыңыз, сізде апалар көп. Ассаламу алейкум, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Осы тәуелсіздік күніне орай бір-екі сұрақ бар еді, соған жауап бере аласыз ба? Так, осы тәуелсіздік күні жалпы өз деңгейінде атап өтіліп жүр ме, сіздің ойыңызша? Енді қазір карантинге байланысты, өз деңгейіне байланысты аталып жүр деп айта алмаймын. Жалпы бұған дейін де осы тәуелсіздік күні жаңа жылдың көлеңкесінде қалып қойып жүрген сияқты. Сіз қалай ойлайсыз? Әрине, тәуелсіздік күні деген ол ерекше аталып өтетін нәрсе ғой. Мейрам, өте үлкен мейрам деп айтсақ болады. Бұл күні жастар жалпы осы қазақ елі халқы не істеу керек деп ойлайсыз? Қандай нелер орындау керек? Енді қандай болғанда енді өз деңгейінде аталып өткеннен енді жастардың бәрі алаңға шығып, жаңағындай үлкен мейрамдар болып, өлең айтып деген сияқты, концерт қойып деген сияқты сондай үлкен шаралар өткізу керек деп ойлаймын. Бұл ойыңызбен келсем. Жаңа жыл деген біз тойламаймыз ғой дегенмен. Бізде 22 наурыз халықаралық мейрамы, біздікі 22 наурыз. Көбіне көп жерлерде, көп қалаларда енді басқасы осы Түркістанда енді жаңа жыл қатты тойланады деп айта алмаймын енді. Ал енді жаңағындай басқа қалаларда тойланатын шығар Новый год дегенде, Новый год дейді ғой. Бұл тәуелсіздік енді оңай нәрсе емес, қаншама адамдар бұл жолда қырылып өтті. Сол кісілерге өткендердің рухына дұға жасап тұру керек деп ойлайсыз? Әрине дұға жасау керек. Құран бағыштау керек, осындай үлкен мейрамдарда. Құдай тамақтар берілсе өте жақсы ғой негізі. Жақсы сұхбатыңызға рахмет, көп-көп. Алдағы уақыттарыңызға сәттілік. Саламатсыздар, халдеріңіз қалай?
Осы бүгінгі мереке күндеріңіз құтты болсын. Осы мереке жайлы бір ауыз сөз айтып берсеңіз. Не дейміз? Мерекелеріміз құтты болсын. Жылдан жылға жете берейік. Жалпы тәуелсіздік күнін осылай тойлайсыздар ма сіздер? Иә, біз семейный сондай айлануға шығамыз тәуелсіздік күніге. Немерелермен келіндер. Осы тәуелсіздік күні жалпы өз деңгейінде атап өтіп жүр деп түсінесіз бе? Енді қазір заман талаптарына сай әр жерде өз деңгейінде аталып отыр деп жатыр. Ең бастысы адам жүрегімен осы мерекені сезініп, сол мерекені өз шын ата-бабаларымыз аңсаған осы тәуелсіздік мемлекеттің осындай деңгейге жеткеніне шүкіршілік етуіміз керек. Ынтымақ бірлігіміз сақтап осы баянды болуына қызмет етуіміз керек. Жақсы. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Қайырлы күн, саламатсыздар. Бір-екі ауыз сөз осы тәуелсіздік күніне қарай айтпай қояйыншы. Қазақ халқына. Жақсы, сау болыңыз, рахмет. Мерекелеңіз. Құрметті достар, біз көптеген кісілердің пікірін және жауабын алғымыз келген болған. Алайда көп кісілер камерадан ұялып, камераға сөйлеуге қысылып дегендей сөз сөйлеуден бас тартып жатыр. Кішкене пікір айтатын, сұраққа жауап беретін кісі табу қиындау болып тұр. Алдағы уақытта тағы да көрерміз. Мүмкін біздің ойлаған адамдар шығып қалар. Қайырлы күн. Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Рахмет. Осы тәуелсіздік мерекесіне орай Қазақстан халқына қандай ниет тілек білдіресіздер? Әрі қарай дами берсін, Құдай қаласа. Жалпы тәуелсіздік осы мерекесі өз деңгейінде атап өтіліп жүр ме? Жаңа жылмен салыстырғанда. Жаңа жылға қарағанда жақсы аталып отыр ғой, Құдай қаласа. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Мерекелеріңіз құтты болсын. Осы мереке жайлы не айтасыз? Біздің тәуелсіздік күні жайлы жалпы. Тәуелсіздік күнімізге Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Тәуелсіз мемлекет болғанымызға бауырым. Енді қазақ елі жасасын бауырым. Жалпы осы тәуелсіздік күні өз деңгейінде аталып өтіп жүр ме жалпы? Жоқ. Ешқандай сезім жоқ. Өзіңде айналаңа қарасаң, мотивация ештеңе жоқ. Өте дұрыс айтасыз. Жалпы енді осы мереке жаңа жылдың көлеңкесінде қалып қойды. Иә. Біз мұсылман елі болғаннан соң өзіміздің дәстүрлерімізді ұстануымыз керек, өзіміздің мерекелерімізді тойлауымыз керек бауырым. Жалпы жастардың арасында енді осындай өте бұл жағынан белсенділік төмендеу. Сіз өзіңіздің ойыңыз қандай, жастар қандай қызмет атқару керек осы жолда? Жастар пош қасап шығып сәл мотивация не қылып, өзіміздің немізді сәл көтеріп жүрсе. Рухани жаңғыру керек негізі. Иә, әрине. Жақсы, сізге көп рахмет. Рахмет, жақсы. Ниет тілегіңіз болса Қазақстанның жалпы халқына. Қазақстан алға жасай берсін. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жұмыстарыңыз қалай болып отыр? Жақсы, нормально. Тәуелсіздік күні құтты болсын баршаңызға. Жақсы. Осы тәуелсіздікке орай қандай ниет білдіресіз қазақ халқына? Қазақ халқына, халқым тыныш болсын, заманымыз тыныш болсын. Не деймін, бейбітшілік өмір болсын, жақсылық болсын айтайын. Жұмыстарыңыз қалай? Ұнай ма өздеріңізге? Түркістанның құлпырып атқанына қуанып жүрген шығарсыздар. Иә. Жақсы. Қазақ халқына осы тәуелсіздік күніне орай бір-екі ауыз ниет тілегіңіз. Аман-есен болсын қазақ халқымыз. Еліміз тыныш болсын, yurtымыз тыныш болсын. Аман-есен осындай тыныштықта іштеп жүре берейік. Осы жұмыстың жүріп атқан тәуелсіздіктің арқасы дейсіз ғой, Гүлден. Иә, мына кісі сөйлейді. Жақсы істеріңізге сәттілік. Аман-есен болыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Жақсы. Саламатсыздар. Мерекелеріңізбен. Рахмет, бірге болсын. Қазақстан осы тәуелсіздік орай, тәуелсіздік күніне орай Қазақстан халқына өз ниет тілек білдіріңіз. 16 желтоқсан халықаралық тәуелсіздік күні құтты болсын. Барша қазақстандықтарды мерекемен құттықтаймыз. Бұл күнге өзіміздің ата-бабамыз оңайшылықпен жеткен жоқ. Соны бағалауымыз қажет. Бұл күнде қандай шараларды істеген дұрыс деп ойлайсыздар? Бұл күнде қазір жастардың бәрі история салып отыр ғой. Енді
андай қазіргі таңда иә карантин болғаннан кейін солай қолдау білдіре аламын. Бұрын неге шығатын парад секілді сондайға шығатын универде болған кезде тойлайтынбыз үлкен дәрежеде бүкіл ұлтаралық болып бүкіл ұлттар өз үлестерін қосатын қызық болатын. Ал қазір енді өкінішке орай карантин болғаннан кейін осы әлеуметтік желіде бір-біріне история салып сондай болып жатыр қазір онлайн түрде қолдау көрсетеді. Жалпы жастардың арасында осы рухани жағдай төмен бе жоғары ма қазіргі таңда? Қазіргі таңда менің ойымша кішкене болса жоғарылады. Өткенде осы туу мәселесі болды ғой бізде, борат дейміз бе? Сол кезде өзім байқағаным, жастардың несі көп болды да, барлығы шығып, мол бассыздық деген секілді. Ал бұл жастардың кішкене патриоттық несі жоғарылаған деп білемін мен өзім. Жалпы Қазақстан негізі патриоттық халықпыз ғой. Тек сондай жағдайда емес, жалпы негізі мықты патриот ел болуға лайықтымыз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, мерекелеріңізбен. Рахмет. Тәуелсіздікке орай қандай ниет тілек білдіресіз Қазақстан халқына? Еліміз тыныш болсын, аман болсын. Президенттер Қазақстан халқына жақсы нелерді шығара берсін. Еліміз аман болсын. Бұл күні қандай шаралар өткізген дұрыс? Жалпы отбасында не істеген дұрыс? Біздің отбасымда үйде болып, бала шағамен өткізген дұрыс қой деймін. Сол. Жақсы, рахмет. Сау. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, амансыңыздар, қалайсыздар? Иә, бірге болсын. Күніне орай қандай ниет тілегіңіз бар қазақ халқына? Қазақ еліміз аман болсын, халқымыз тыныш болсын. Барлық жақсылық тілеймін халқыма. Бұл күні қандай шаралар өткізген дұрыс? Отбасында Бұл күнде бәрі әйтеуір жақсылықпен дастархан жайып отырған дұрыс қой? Өткендегі дуа тілесіз. Иә, бәрі. Тұрғындарымыздан сұхбат алу кішкене қиынға соқты. Кейбіреуі камерадан қысылса, кейбіреуі сөз сөйлеуден бас тартты. Алайда бізге пікір білдірушілер де бар болды, ол кісілерге көптен көп рахмет. Және де менің бір айтқым келетіні, рухы мықты ел ешқашанда сөнбейді. Сол себептен рухымыз мықты болсын. Сөздің аяғын ұстазымның сөзімен аяқтағым келіп отыр. Ол кісі бұлай дейтін: адам баласының екі бақыты бар. Оның бірі осы дүниеде, екіншісі ахиретте. Бұл дүниедегі бақыты бала шағасы, ата-анасы, отбасының және де отанының аман тыныш болуы. Ахиреттегі бақыты жаратушының дидарымен қауышу. Тәуелсіздігіміз баянды болсын, қолдау білдіріп, біздің арнамызға жазылып кетіңіздер. Қош аман. Даланың иесі көктегі тәңір болса медетің, тәңірдің иесі көкбөрі мәңгі желеп жебесін. Еңіре бердер тусанып, намыспен менің босанып, жауларын жайпап жусатып аяқ.